Мирхаус компаниясында істеп жатқаныма негізі қосылғаныма 2 жылдан астам уақыт өтті. Бірақ та жұмысқа кірісіп бастап жатқаныма бір 5-6 айға уақыт болды. Қазіргі таңда менеджер бронза статусындамын. Мен бұл өнімдерге қайтадан қосылып осы компанияда жұмыс бастаймын деп шешкен себебім, потому что мен мамамды іздеп көрдім. Мамам асқазаннан рактан жазылды. Ішкен продукциясы басында мен тіркелген кезде АБ продукциясын алғанбыз. Одан кейін артромарин алды, потому что сустақтары ревматоидный артритпен неде тұратын, учетта тұрған. Сол ғана алып ішкен болатынбыз. Одан кейін застера каротин іштік, спирулин іштік. Одан кейін қазіргі таңда только ішіп жатқан продукциясы спирулина ғана. Спирулина күніне таңертең 5 таблетка, кешке 5 таблетка ішіп жатырмыз. Қазіргі анаңыздың жағдайы? Қазіргі жағдайы жақсы. Мысалы 1,5 ай болды. Қазіргі анаңыздың жағдайы? Қазіргі жағдайы жақсы. Мысалы 1,5 ай болды. Почти өзі вообще тұра алмай қалған адам болатын. Өзі қазір жер-жерді қыдырып жүр десем болады. Керемет. Басында сенбеген продукцияларға, енді ішкен кезде басында бастаған кезде вообще сенбеген болады. Одан сонда да барып бердік. Қазіргі таңда метастазы вообще жоқ. И только орындар ғана қалды. Қап-қарақ орындар ғана. Басқа ешқандай ештеңе жоқ. Керемет. Күшті нәтиже. Құтты болсын.